Бүгін біз бір ай бұрын бастаған подкастымыздың екінші бөлімі. Жалпы осы Руслан Инвест компаниясына байланысты ең қызық деген топ 10 сұрағымыздың бәріне жауап алдық. Қазақстанда, тіпті орталық Азияда, тіпті Азияда, Еуропаның өзінде жоқ ерекше инвестициялық қосымшаны іске қосты. Біз осы Руслан Инвест компаниясына байланысты кез келген сұраққа жауап беретін кім деген кезде Айдос Оразов деп сізді ұсынды. Әрине, кез келген сұрағымызға жауап беремін. Бүгінгі Жусан Junior деген ол өте бір уникальный продукт дейміз ғой Қазақстанда. Ол Кассия Global тармағында ақш-тың құнды қағаздары сатылады. 40-тан астам ақш-тың құнды қағаздары сатылады доллармен. Доллармен сатып алса да болады. Өзіміздің жасөспірімдерді болашағымыз ғой, Қазақстанның болашағы болғандықтан қаржы сауаттылығына үйретуіміз қажет. Сәлем достар, менің есімім Мейірхан, мен Руслан Инвест компаниясының маркетинг бөлімінің қызметкерімін. Бүгін біз бір ай бұрын бастаған подкастымыздың екінші бөлімі. Яғни біз алғашқы подкастта Руслан Инвест компаниясы қалай жұмыс істейді, колл орталық қалай жұмыс істейді, қандай сұрақтар қойылады. Жалпы осы Руслан Инвест компаниясына байланысты ең қызық деген топ 10 сұрағымыздың бәріне жауап алдық. Ал бүгінгі тақырыбымыз осыдан 7 күн бұрын, яғни 1 мамыр күні халықаралық балаларды қорғау күні, Руслан Инвест компаниясы Руслан Junior деген жап-жаңа Қазақстанда, тіпті орталық Азияда, тіпті Азияда, Еуропаның өзінде жоқ ерекше инвестициялық қосымшаны іске қосты. Бүгін сол қосымша туралы талқылаймыз. Ол үшін бүгін біз қонаққа Руслан Инвест компаниясының бөлшек сауда департаментінің менеджері Айдос Оразов мырзаны шақырдық. Айдос мырза, сіз бүгін подкастымызды бастаудан бұрын өзіңіз туралы қысқаша мәлімет берсеңіз, компанияға қалай жұмысқа келдіңіз, атқаратын қызметіңіз қандай, негізгі қызметіңіз, жалпы өзіңіз туралы қысқаша мәлімет берсеңіз. Сәлем достар, осы подкастқа шақырғандарыңызға өте көп алғысымды білдіремін. Толық есім Оразов Айдос, жасым 33-те. Руслан Инвест компаниясының бөлшек сауда департаментінің регионалды менеджері болып табыламын. Руслан Инвестте шамамен жұмыс жасағаныма 2 жылдай болып қалды. Руслан Инвестке мен банктен келдім, банк жүйесінен. Бір экосистема ғой. 2019 жыл Жусан банкте жұмыс жасап жатқан кезде Руслан Инвест деген компания ашылды деп естіп, бәріміз сол Руслан Инвест деп сөйлеп, соған түскіміз кеп, осы жұмысқа келіп отырмын, өкінбеймін. Осы компанияға көптеген алғысымды білдіремін. Осы компанияға келгенім үшін көп рахмет. Яғни біз бүгінгі подкастқа сізді қонақ ретінде, яғни біз осы Руслан Инвест компаниясына байланысты кез келген сұраққа жауап беретін кім деген кезде Айдос Оразов деп сізді ұсынды. Әрине, кез келген сұрағымызға жауап беремін. Бүгінгі Руслан Junior тақырыбы, яғни әлі көпшілік біле бермейтін қосымша болғандықтан, яғни сізді шақырып тұрмыз. Яғни енді біздің алғашқы сұрағымыз, Руслан Junior жобасы қалай пайда болды? Ол қаншалықты қоғамдағы маңызы қандай? Яғни Руслан Junior дегеніміз негізі өзі қандай қосымша екенін алдымен бір ауыз айтсаңыз. Руслан Junior деген ол өте уникальный продукт дейміз ғой. Қазақстанда жоқ, жаңағы сіз айтып өткендей, Қазақстанда тіпті дүние жүзінде жоқ, ешқандай мобильді қосымша тең келетіндей мобильді қосымша жоқ. Бұл мобильді қосымша Руслан Junior жаңағы кәмелеттік жасқа толмаған балаларға арналған бөлек мобильді қосымша. Жасөспірімдерге арналған бөлек мобильді қосымша. Бұл мобильді қосымша арқылы жаңағы жасөспірімдер инвестиция әлеміне шығып, құнды қағаздар нарығын біліп, өзінің жаңағы ақшаны қалай пайдалану керек екенін, инвестицияны өзі қалай басқару керек екендігін, жалпы жаңағы қаржы сауаттылығын дамыту үшін арналған мобильді қосымша. Сөзіңіз аузыңызда. Яғни Руслан Junior дегеніміз, яғни көрермендерге де түсінікті болу үшін, ол жасөспірімдерге арналған инвестициялық мобильді қосымша. Инвестициялық мобильді қосымша. Жасөспірімдер, жас балалар, Қазақстанның жас балалары сол мобильді қосымша арқылы әлем инвестициясын танып, сосын жаңағы айтып өтетіндей, Руслан Junior мобильді қосымшаның ішінде бір өте маңызды бір тармақ бар. Ол тармақтың аты академия деп аталады. Ол академияда мысалға жаңағы жасөспірімдер сол академияны оқып, әлем инвестициясын оқып, инвестиция дегеніміз не, ол қалай шығады, жаңағы ірі корпорациялар акцияны не үшін шығарады, оны біз сияқты адамдар ол акцияны не үшін сатып алады, екі жаққа қандай пайда алып келеді, соның бәрін көптеген күшті бейне материалдар бар. Соны оқып біліп, өзінің қаржы сауаттылығын дамытып, сөйтіп ары қарай кейін өте бір күшті маман болып шыға келеді деп сенеміз. Яғни біздің жаңа подкастымыздың бір
енді екінші подкаст болғанмен, екінші видео болғанмен кішкене дәстүр қалыптасып жатыр да, яғни әр сұрақтан кейін сіздің сөзіңізді жаңа қорытындылап аламыз да, мысалға. Яғни Жусан Junior қосымшасына тіркелген балалар алдымен академияда білім алады, сіздің сөзіңізше. Біріншіден, негізі академиядан білім алып барып, кішігірім бір тәжірибе жинап барып, инвестицияға барған дұрыс. Өйткені ол кейін ол тегін ғой, ол онлайн курс тегін, кез келген жерде, кез келген уақытта, өзіне ыңғайлы уақытта ашып бейнематериалды оқып үйрене береді. Сонымен қатар ол бейнематериалды оқып білгеннен кейін, артынан кейін кішігірім тесттер береміз біз оған. Ол балаға мысалы тестті тапсырып, одан сайын миына сіңдіріп алады, құнды қағаздар нарығына шығып сауда жасай бастай берсе болады. Осы академияны аяқтағаннан кейін оны аяқтағанын растайтын сертификат па, диплом? Сертификат болған кезде сертификат та беріледі. Сосын артынан кейін қазір біз мынандай уникальный продукт дейміз ғой, ойын сияқты қылып жасап қойдық та оны. Кейін балалар мысалға құр оқу сияқты, сабақ сияқты болмау үшін жаңағы тестті тапсырып болғаннан кейін, әр тестті тапсырып болғаннан кейін уровень береміз. Мысалы ойында, бір ойында ұтсаң, кейін келесі турға өткен үшін саған бір уровень береді ғой, сенің уровенің өсті деп. Тура сондай тестті тапсырсаң, бір уровень қосады саған. О, сенің уровенің осындай болды. Келесі тармаққа өтсең, одан сайын күшті уровень болады. Сөйтіп балаға мотивация, шабыт береміз да. Сол шабытты қолдана отырып, олар өздерінің білімін арттыра береді деп сенеміз. Жақсы. Енді келесі сұрағымыз, балалар қанша осы Жусан Junior қосымшасы қанша жастағы балаларға арналған, яғни оны 5 жастан бастай ма, 6 жастан бастай ма? Жусан Junior мобильді қосымшасы 10 жас пен 16 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған мобильді қосымша. 10-нан төмен болса, өкінішке орай ол мобильді қосымшадан арнайы шот аша алмайды. 10-ға толып. 10-ға толып 16-ға дейін. Егер 16-дан асып кеткен жағдайда болса, ол уже әке-шешесінің рұқсатымен жаңағы нотариалды документті жасап, өзіне жеке брокерлік шот ашса болады. Жаңа 10-ға толуын күту керек деп айтып жатырмыз ғой. Соған айтайын дегенім, егер де сіздің жасыңыз, енді біздің жас көрермендеріміз көріп отқан болса, жасыңыз әлі 10-ға толмаған болса, онда сіз бірақ инвестицияға қатты қызықсаңыз, біздің YouTube каналымызда осыдан бөлек басқа да қызықты видеолар бар, кішкентай балаларға арналған, сондай-ақ Telegram каналдарымызда да осы жас балаларға арналған, яғни инвестицияны бір оңай тілмен түсіндіретін контенттер бар екенін еске салғым келіп тұр. Енді тағы келесіге сұрағым, жаңа сіз 16 мен 10 жас аралығы, ал 17 жастағы да балалар бар ғой, 10-шы сынып оқитын, 11-шы сынып оқитын, ал сол балалар не істейді, олар қалай тіркеледі? Олар да өте оңай, олар уже жаңағы Жусан Juniorға арнайы шот ашпайды, өздеріне жеке Жусан инвестиция, үлкен адамдарға арналған Жусан инвесттен шот ашады. Бірақ оны ашу үшін жаңағыдай өзінің әке-шешесінен барып рұқсат алу керек, нотариалды документ жасап бізге көрсетсе, біз ол кісіге жаңағы жасөспірім 17 үлкен кісілерге арналған бір шот ашып береміз. Жақсы. Енді бала болғаннан кейін кейде балалар мысалға Apple-ның несін акциясын алдым дейді, ол қызығып қайта ақша, әке-шешесінің ақшасын жұмсай берсе, яғни жұмсай береді ғой балалар енді бала болғаннан кейін. Солардың алдын алуға қандай бір шаралар қабылданған ба? Мысалы балалар көп ақша жұмсап тастамау үшін қандай шаралар? Әрине, оны да біз ескердік. Ондай шаралар бар. Мысалға, бұл Жусан Junior шоты тікелей әке-шешесінің шотына байланысты. Әке-шешесі лимит қойып тастай алады. Яғни екеуі субшот қой, да? Субшот. Мысалға, Жусан Junior жасөспірімдердің балалардың шоты үлкен ата-анасының шотына тікелей тәуелді. Сондықтан да жаңағы бүкіл бұйрықтар, құнды қағаздардың бұйрықтары, шотты да әке-шешесі ата-анасы ғана толтыра алады. Жасөспірім өзі толтырамайды. Ата-анасы өзінің картасы арқылы ғана толтырады. Сонымен қатар ата-анасы лимит қойып тастай алады. 5.000 теңге, 10.000 теңге, 200.000 теңге, осы лимиттен артық жаңағы жасөспірім одан артық бұйрық, құнды қағаздар сатып ала алмайды. Енді жаңа субшот деп жатырсыз, енді тағы осы тақырыпты әрі қарай тарқатқым келіп тұр да. Мысалға қараңыз, енді мен қазір менің балам 2 жаста, шамамен Құдай қаласа тағы бір 8 жылдан кейін 10-ға толады. Ол осы Жусан инвестте инвестиция ашқан кезде оның қандай акция алғандарын мен көріп отыра аламын ба оны? Әрине. Мен өзім қосымшам арқылы, яғни менің балам қайда ақша бүткіл сатып алынған бұйрықтардың бәрін сіз арқылы істейді. Мысалы, бала осындай акция сатып алғым келеді деп бұйрық тастайды. Ол бұйрықты ата-анасына көрсетеді. Ата-анасы көреді да, кодты жазаттағы, өзі бір код болады, сол кодты ата-анасы ғана біледі. Бала білмейді. Сол кодты енгізеді, бұйрықты орындайды. Сонда айтқан кезде жаңағы жасөспірім инициатор
бұйрықтың инициаторы. Ал орындаушы аяқты орындайтын оны ата-анасы. Демек, мысалға менің балам 8 жылдан кейін енді Apple-дың акциясын алып жатыр. Маған хабарлама келеді. Шахмұхамед, мен балам аты. Осы Apple-дың акциясын алайын деп жатыр. Сіз растайсыз ба, растамайсыз ба? Мысалы, егер мен қаламасам, қарамасаңыз, сіз отмена жасайсыз дағы. Жаңағы бұйрық бала жылайды дейсіз ғой сосын. Бала жылайды. Бала жыламау үшін енді кішкене түсіндіру керек. Осындай. Ол бала мысалға бірден акция Apple-ын алғым келеді демей тұрып, ол бірінші мобильді қосымшада Apple акциясы немен айналысады. Полный сараптама бар оның ішінде. Қандай акция, қанша тұрады, соның бәрін ол оқып біледі. Сосын сізде оны білесіз. Сосын барып, бұйрықты уже келісіп бірге жасай бересіз. Жусан Junior, енді біз Жусан Junior'ды Жусан Инвест қосымшасымен екеуі ортақ болғанмен, бірақ арасында айырмашылықтар бар ғой. Әрине, қандай айырмашылық? Мысалға, мүмкін ол балаларға арналған, жаңа сіз видео деп жатырсыз да, и видеодан бөлек мүмкін түсіндіретін түсіндірмелерде бір ойындармен көрсете ма, немесе қандай айырмашылықтар бар, яғни? Негізі айтарлықтай айырмашылық жоқ, бірақ айырмашылықтардың бірі ол жаңағы үлкендерге арналған Жусан Инвест мобильді қосымшасы. Мемлекеттік жаңағы международный рынок дейді ғой, ақш биржасына, халықаралық ақш биржасына, Лондон, Европа биржасына шығады. Ал Жусан Junior мобильді қосымшасында ондай мүмкіндік жоқ. Тағы бір сұрақ, кешіріңіз. Жусан Junior'да ИП-қылар бар ма? Осы пай. Әрине бар. Жусан Junior'дың қандай нарыққа шығады? Мысалы, Жусан Junior мобильді қосымшасы Қазақстан нарығына шығады. Қазақстан нарығы кәсе. Қазақстан нарығында қандай құнды қағаздар сатылады? Сол Жусан Junior арқылы ИПК, паевый инвестиционный фонд дейміз. Құнды қағаздар, Қазақстанның құнды қағаздар теңгемен сатып алса болады. Сонымен қатар Қазақстан құнды қағаздар нарығында Кәсе Global деген тармақ бар. Ол Кәсе Global тармағында ақштың құнды қағаздары сатылады. 40-тан астам ақштың құнды қағаздары сатылады доллармен. Доллармен сатып алса да болады. Мысалға, Coca-Cola дейміз, Starbucks, Метавселенная, жаңағы Facebook'тың акцияларын Қазақстан нарығында сатып алса бола береді Жусан Junior арқылы. Ал ертең ол мысалға бала сатып алды акцияны, араға 1 жыл, 2 жыл түсіп, жаңа сатылған акциясы 2 есе еселенді бағасы. Мысалға, Apple-ды қазір $143 сатып алды да, 2025 жылы оның акциясы $200 тұр. Бала соны счет шығарады, ақшаны шығару кезінде шығару мәселесі қалай болады? Яғни шығару мәселесі, оны енді ол ата-анасы шығара алады. Ол өзінің, мысалы, кішкентай баланың өзінің картасы жоқ, ол қайда шығарады? Сондықтан да ата-анасы шығарады, өйткені жаңағы айтып өткендей, Жусан Junior'дың счеты тікелей ата-анасының счетына байланысты. Толтыруды да, шығаруды да, бұйрықты орындайтын да, лимитті да қоятын ата-анасы. Мысалы, бала енді гений болса, мысалы, ақылды болса, яғни көп нарық зерттеп, ол көбірек табыс тапса, бірақ әке-шешесі ақшасын алып қоя ма, баласының рұқсатынсыз? Әрине алып қояды. Енді әке-шешесі болғандықтан алып қояды ғой енді. Алып қоюға болады жалпы, баланың несіне. Болады. Жақсы түсінікті. Онда келесі сұрағымыз, жаңа Кәсе Глобалдан бөлек тек осы Қазақстан нарығында ғана жұмыс істей алады бала. Қазақстан нарығы, ақш нарығы, Европа нарығына өкінішке орай шығуға рұқсат жоқ. Негізі ол жағынан да. Ал осы балаларға, жаңа біз айтып жатырмыз, Қаржы академиясында сабақтардың барлығы видео түрінде көрсетіледі дейді. Яғни ол балалар қаншалықты тиімді осы видеомен көрсету, яғни негізі ол өте тиімді деп ойлаймыз, өйткені қазіргі заманда ғаламтор дейді ғой, интернет заманы бәрі дамыған. Сіз, мен мысалға кез келген материалды білгім келсе, интернет арқылы оқып біле салам, видеосын көре салам. Сондықтан да біз де сонымен қалыспай, интернет жүйесінде онлайн түрде жаңағы видео, бейне материалдарды енгізіп қойдық. Ол өте ыңғайлы, кез келген жағдайда, кез келген уақытта, өзінің бос уақытында кез келген жерде ашып оқып үйрене береді. Сонымен қатар артынан кейін тест тапсырады дегендей, тестті тапсырып болғаннан кейін балдар беріледі. Сонымен қатар ол өзінің жаңағы қаржы сауаттылығын дамытып, ары қарай өсіп өне береді деп сенеміз енді. Түсінікті. Енді осы жаңа балаларға осындай инвестицияны үйретудің, яғни қаржы сауаттылығы бар балалардың қаржы сауаттылығы төмен немесе мүлдем жоқ балалардан айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Әрине, айырмашылығы өте көп. Мысалға, бір сыныпта оқитын жаңа Ерлан мен Нұрлан, Ерлан Жусан Инвестке тіркелген, Жусан Junior'ға, а Нұрлан тіркелмеген болса, екеуінің айырмашылығы білімде болады ғой бұл жақта. Анау жаңағы Ерланыңыз қаржы сауаттылығы аз болса,
нұрланның қаржы сауаттылығы көп болады. Демек, ол ертең Қазақстан Республикасының бір экономикасының бір үлесіне қатты бір үлес қосады деп сенеміз. Сондай көптеген мысалдар бар. Қаржы сауаттылығы болған дұрыс деп ойлаймын. Мысалға, ақш мемлекеттерінде жасөспірімдердің бәрі мысалға өте қаржы сауаттылығы мол. Сондықтан да Европа мысалға бәрі қаржы сауаттылығы мол. Сондықтан да ол мемлекеттер дамыған. Бізге де сөйтіп сол мемлекеттермен қалыспай өзіміздің жасөспірімдерді болашағымыз ғой, Қазақстанның болашағы болғандықтан қаржы сауаттылығына үйретуіміз қажет. Осы подкастты пайдалана отырып, яғни біз Жусан Junior қосымшасы қазір не тіркелген ба уже Apple Store'да? Play Market'те Жусан Junior Play Market'те немесе жаңағы Apple Store'дан бала енгізіп алса болады. Қазір жүктеп алады, иә? Жүктеп алса болады. Ал енді сұрақ, мысалға жаңа бала біздің осы видеомызды көріп жатыр, немесе басқа да жаңа мысалға Нұрланға келіп жаңа Ерлан айтты дейді да, мысалға Нұрланның әке-шешесінде инвест-счет жоқ, ол тіркеле ала ма? Инвест-счет жоқ, әке-шешесінің инвест-счет болмаса мысалға жаңа. Жоқ, мысалы қараңыз, егер де жаңағы Нұрланның әке-шешесі балама брокерлық счет ашқым келеді десе, ол біріншіден ата-анасы өзіне брокерлық счет ашу керек. Өзіне счет ашып, жаңағы Жусан мобильді қосымшасын тіркеп, өзіне счет ашады. Өзіне счет ашылып болғаннан кейін, сол тармақта Жусан Junior деген бөлімше пайда болады. Сол бөлімшеге кіріп, жаңағы баланың толық аты жөнін жазады, иін нөмерін тіркейді, туу туралы куәлігін тіркейді, телефон нөмерін жазады дағы, өтініш қалдырады. Өтініш 3 жұмыс күннің ішінде қарастырылып, жаңағы ата-анасының поштасына хабарлама келеді. Жусан Junior балаңыздың арнайы Жусан Junior счеты ашылды деген. Сосын ашылғаннан кейін жаңағы бала, жасөспірім, Play Market'ке кіріп, Apple Store'ға кіріп, мобильді қосымшаны енгізіп, ары қарай жұмыс жасай берсе болады. Ал енді осы қазір Жусан Junior'да шот ашқысы келетін балалар болып жатқан болса, біз оларды қандай бір нелем тарта аламыз? Мысалға, бізде осы қосымшада тағы қандай бір сыйлықтар бар ма? Немесе әрине, әзірше біз тек қана балмен марапаттаймыз, ойындағыдай. Балың көп болады. Балың көп болған сайын уровень көбейеді, ойындағыдай. Әзірше сондай марапаттау. Кейін болашақта біз кәдімгідей құнды сыйлықтар береміз. Сол үшін балалар тіркеліп қойыңдар. Құнды қағаздар сіздерді күтіп тұр алда. Неше түрлі құнды қағаздар, мотивация, шабыт болады. Соған ұмтылыңдар. Мен де осы Айдос мырзаның сөзіне қосылам. Яғни Жусан Junior қосымшасын Apple Store'дан, Play Market'тен жүктеп алыңыздар. Ол жерде өте бүгінгі подкастта айтылған өте көп пайдалы мәліметтер, пайдалы дүниелер бар. Сондай-ақ ең бастысы бұл жерде біздің осы компанияның басты мақсаты ол балалар арасында қаржы сауаттылығын арттыру. Мысалға Америкада жасөспірімдер арасындағы балалардың 45%-ында, қателеспесем енді, 45%-ында депозит бар екен. Ал солардың 6%-ында инвест-счет ашып қойған. Яғни тіпті осы омахалық оракул дейді ғой, кім? Уоррен Баффет. Уоррен Баффет 11 жасында, 11 жасынан инвестиция бастағанда, ал қазір әлемде 5-ші орында ең бай адамдар қатарында. Миллиардерлердің бірі. Мысалы бүгін бізде қазір Жусан Инвест компаниясы Инстаграмда парақшасында мындай пост шықты. Яғни осы Уоррен Баффеттің өмірлік несін зерттеп жазған постымыз бар да. Сол жерде егер де сіз мысалы ол 64-ші жылғы $1000 бастады ғой алғашқы несін инвестициялауды. Сол кезде егер сіз де сол 64-ші жылы $1000 инвестиция бастағаныңызда, қазіргі сіздің табысыңыз 20 миллион ба, сондай қателеспесем енді 20 миллион ба көлемінде болады дейді. Яғни бала қаншалықты ерте бастаған сайын инвестицияны, соншалықты оның болашақтағы қаржы тәуелсіздігі дейді ғой, қаржы тәуелсіздігі соншалықты бекем болады. Енді тағы келесі сұрағымыз, инвестицияның, яғни осы акцияларға, компанияларға, балаларға арналған, осы мысалға бала салатын болса, ол сараптаманы қайдан алады мысалға? Сараптаманың бәрі сол мобильді қосымшаның ішінде бар. Мобильді қосымшаның ішінде ашсаңыз, мысалы Қазақстан нарығындағы қандай ликвидті құнды қағаздар бар, соның бәріне сараптама бар. Ол сараптаманы біздің мықты сарапшы. Біздің мысалы кәсіпқой, біздің компанияда мысалы неше түрлі кәсіпқой сарапшылар бар. Солар сараптама жазады. Сонымен қатар жаңағы жасөспірім Қазақстанда қандай компаниялар бар екенін біледі. Ол компания немен айналысады, соның бәрін біліп отырады. Көрдіңіз бе, қандай жақсы емес пе?
Мысалы жаңа сіз айтып өткендей Уоррен Баффет жастайынан бастады дейді. Уоррен Баффеттің бір сөзі бар маған ұнайтын. Кім ертесінен ерте ағаш отырғызса, сол болашақта сол ағаштың көлеңкесінде отырады дейді. Сол мысалға ертеден бастап инвестиция жасай беріңіздер. Инвестиция деген ол аты қорқынышты болғанымен өте оңай. Оны біз үйретеміз, оқытамыз, уайымдамай, қорықпай инвестицияны жасай берсеңіздер болады. Бүгінгі енді бүгін талқылау тақырыптарымыз кішкене қорытындылай келетін болсақ, Жусан Junior қосымшасын ол App Store мен Play Market жүктеп алуға болады. App Store, Play Market. Тіркелетін баланың алдымен ата-анасында счет болу керек. Счет болмаса, счет ашу керек. Ал тіркелетін баланың жасы 10 мен 16 жас аралығында, иә. Счет ашылу, жүргізілу тегін мүлдем. Сол бастапқы маңызды. Сосын егер де оның білімі инвестиция туралы білімі мүлдем жоқ болса, оны үйрететін академия бар. Академия толығымен үйретеді. Қорқпаңыздар, өте қарапайым тілмен түсіндіреді, өте оңай, тез үйреніп аласыздар. Сосын келесі тағы қорытындылайтын мәселе, балалар тек Қазақстан нарығында сауда жасай алады. Иә, Қазақстан нарығында ғана теңгемен, сонымен қатар Касе Глобалда ақштың 45 құнды қағазы бар, сол 45 құнды қағазбен сауда жасай берсе болады. Тағы бір қорытындылайтын мәселе, балалар Жусан Junior қосымшасында сабақ оқыған кезде, яғни білім алған кезде деңгейін көтеретін түрлі ойындар бар. Тестті ойын жүзінде біз көрсетілгенбіз. Тестті тапсырады. Сен тесттен өттің, сенің ұпайың осындай болды, сенің уровенің осындай өтті, келесі турға өт деп ойын ретінде сөйтіп қызықтырып жасап қойдық. Енді бала ғой. Яғни тағы қорытындылайтын мәселе, енді бала әке-шешесі бекіткен лимиттен артық ақша жұмсай алмайды. Бүкіл бұйрықты, лимитті әке-шешесі қойып отырады. Бәрін әке-шешесі контроль жасап, бәрін бағылап, әке-шешесінің рұқсатынсыз ештеңе істей алмайды. Супер. Бүгінгі тақырыбымызда талқыланған мәселелердің қорытындысын жасадық. Яғни Жусан Junior қосымшасы туралы барынша көп мәлімет бердік деп ойлаймын. Ал тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Біз міндетті түрде Айдос мырзамен, басқа да осы компанияның мықты мамандарымен отырып сұрақтарға жауап береміз. Ең бастысы Жусан Junior қосымшасын жүктеп алыңыздар, академияда білім алыңыздар, жастайынан инвестицияны бастаңыздар. Тіпті барынша ерте бастаған, сонша жақсы. Тіпті бүгін емес, кеше бастауыңыз керек деген сияқты аксиомалар бар ғой қазақ тілінде. Қорықпай бастау керек, Қазақстан даму керек. Болашақта Қазақстан үлкен бір экономикасы мықты мемлекет деп сенеміз осы Жусан Junior'дың арқасында. Яғни бұл болашаққа салынып жатқан. Біз Жусан Инвест компаниясы Жусан жаңағы инвестиция жасап жатырық деген сөз ғой. Бір сөзбен айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, инвестиция жасап жатырық. Біздің жасөспірімдер, біздің болашақтың үлкен бір экономикасына үлес қосатындай деп сенеміз. Бүгінгі видеомыз осы тақырып аясында болды. Сізге келгеніңізге көп рахмет. Тағы алдағы видеоларда рахмет сіздерге. Осы компанияға байланысты, осы тақырыпқа, яғни жалпы инвестицияға байланысты келесі тақырыптарды қозғаймыз. Сіздерге қандай тақырыптар қызық болатын комментарий жазыңыздар. Біз солар талқылауға, сол сала бойынша мықты мамандарды шақыруға міндетті түрде уәде береміз. Айдос мырзаның келесі видеоларда тағы келеді деп үміттенеміз. Сізге келгеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет шақырғандарыңызға. Құрметті достар, осымен бүгінгі видеомыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау саламатта болыңдар достар.